Тәуелсіздік жылдарында біз ел дамуының бірнеше тарихи кезеңінен өттік. 21 ғасырдың екінші 10 жылдығында әлем түбегейлі өзгерістер дәуіріне қадам басты. Төртінші өнеркәсіптік революция, жаһандану үдерістері, жаңа технологиялар мемлекеттер алдына жаңа талаптар қойды. Осындай жағдайда Қазақстан да өз даму бағытын жаңаша айқындауға мәжбүр болды. 2012 жылы біз Қазақстан 2050 стратегиясын қабылдап, елімізді әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына қосу мақсатын қойдық. Ал 2015 жылы елдің алдында тұрған институционалдық мәселелерді жүйелі түрде шешу үшін 5 институционалдық реформаны жүзеге асырудағы 100 нақты қадам ұлт жоспары қабылданды. Бұл мемлекет басқаруын жаңғыртуға бағытталған нақты іс-қимыл бағдарламасы болды. Аталған ұлт жоспары 5 негізгі бағытты қамтыды: кәсіби мемлекеттік аппарат қалыптастыру, заңның үстемдігін қамтамасыз ету, индустрияландыру мен экономикалық өсім, біртектілік пен бірлік, сондай-ақ есеп беретін ашық мемлекет құру. Бұл реформалардың жүзеге асуына үкімет, парламент, сот жүйесі және бүкіл қоғам жұмылдырылды. 2018 жылдың 10 қаңтарында мен Қазақстан халқына жолдау жасап, төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктерін атап өттім. Осы кезеңде цифрлы Қазақстан бағдарламасы қабылданып, индустрияландырудың жаңа кезеңі басталды. Экспо 2017 көрмесі еліміздің жасыл экономикаға бет бұрғанын әлемге көрсетті. 2019 жылдан бастап елді басқару сабақтастығы сақталып, президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әлеуметтік әділеттілік, халықтың әл-ауқатын арттыру, тиімді мемлекеттік басқару бағыттарын жалғастырды. 2020 жылы Қазақстанның 2020-2030 жылдарға арналған сыртқы саясат тұжырымдамасы бекітіліп, еліміздің халықаралық аренадағы орны нығая түсті. Бүгінгі Қазақстан ашық, реформаларға дайын, болашаққа нық қадам басқан мемлекет. Ұзақ мерзімді стратегиялар мен нақты жоспарлар ел дамуының берік іргетасына айналды. Бұл жол тұрақты даму мен ұлттық мүддені қорғаудың сенімді жолы.